Қазақ елі, қазақ жері, қазақтың намысты ұл қыздары, көкірегі ояу, көзі ашық жандар. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, Шымкент қаласының тұрғыны Мұхаммедов Нұржан. Өз ойымды Қазақстан Республикасының Конституциясының бірінші бабына сүйене отыра, өз ойымды ашық айтқым келеді. Ол ойымды айтқым келген себебі, қазіргі мына жоғарыдағы отырған, биліктегі отырғандардың заңдарына қарсымын. Мына заңына қарсымын. Мысалы үшін, мектеп жасында 16 жастан бастап түсік тастауға рұқсат беру, тағы да мектеп жасындағы балаларға мүшеқап тарату, тағы да мектеп жасындағы балаларға жыныстық қатынастың қыр-сырын үйрету пәндерін енгізу, соларға мен түбегейлі қарсымын. Оның себебі, біз мектеп жастағы балаларымызды, қаршадай балаларымызды тікелей қылмысқа өзіміз өз қолымызбен итермелеп отырмыз. Себебі, ондай заңдар қолданылғаннан кейін мектептің балалары, олар бала қанша дегенмен, олар осы қылмысқа барады. Сіздер осы заңды шығарып отырған адамдар, сендерде ата-ана болмады ма, ата-аналарын қалай тәрбие бергендігін білмеймін. Мен өзімнің өсіріп отырған ұл қыздарыма әйтеуір қазақилық тәрбие беріп отырмын. Себебі 16 жастан бастап түсік тастау былай тұрсын, үлкен әйелдерге түсік тастаудың өзі үлкен ауыр күнә. Себебі біздер мұсылман елдер қатарына кіреміз. Осы мына біздің елімізде, жерімізде қарап отырған діндарлар, зиялы қауым, үлкен қазыналы қарттарымыз осы заңдардың бәрін шығып отырған, естіп, біліп, қарап отырып, қайда қарап отыр? Намыстарыңды нанға сатып жібердіңдер ме сендерді? Біздің қарияларымыз айтады біздерге, қазір жастар қарттарды сыйламай қойған деп. Сіздер мынандай заңдарды шыққан кезде айта алмасаңыздар, сіздерді қалай сыйлайды жастар? Жас балалардан ары қарай болып тұрсыздар өздеріңіз. Енді менің айтқым келгені, сіздер мына біздің қазақтың жастарыны, 2019 жыл ертең жастар жылы деп отыр. Қазақтың жастарыны тікелей қылмысқа итермелеп, қазақтың қыздарыны мынау сіздердің заңдарыңызбен жезөкшелікке итермелеп отырсыздар. Әлде сіздер осы мына заңды шығарып отырған адамдар мектеп жасында жыныстық қатынастың қыр-сырына үйреніп алып, содан кейін үйлендіңдер ме, содан кейін ұрпақ өрбіттіңдер ме? Мен осы заңдарға тікелей түсінбеймін. Себебі сендердің ойларың қандай екенін де түсінбеймін. Себебі бұл қазақ халқыны мәңгүрттендіріп, қазақ халқыны тікелей жойып жіберу сендердің заңдарың. Себебі мына жастарды осындай қылмысқа итермелеп отырсыңдар. Мысалы үшін мен өзім ұл қыздарымды өсіріп отырмын. Ертеңгі күні осындай бір Құдайдың өзі сақтай көрсін, осындай бір жағдай бола қалатын болса, мен қызыма қиянат жасаған қандай адам болса да, қандай жігіт болса да, мен тікелей барып басын алып тастауға, ол мен құрым жетеді, ол қолымнан келеді. Себебі мен өз намысымды ешқашан сата алмаймын. Ол ар, намыс, ұлымның, қызымның ары, намысы менің намысым, менің арым. Бізді ата-бабаларымыз, аталарымыз, әкелеріміз осылай тәрбие берген. Мына осы заңды шығарып отырған адамдар, сендерге ата-аналарын қандай тәрбие бергенін білмедім. Сол мына мүшеқапты өздерің киіп алыңдар. Себебі сендерден кейін сендер сияқты топас ұрпақтар көбеймеу керек. Ол мүшеқапты өздерің киіңдер, өздеріңнің балаларыңа жыныстық қатынасты қыр-сырын үйретіңдер, өздеріңнің балаларың қылмысқа бара берсін. Қазақ халқына, бүткіл қазақ халқына мұндай заңдарыңызды енді білеріңізге мен тікелей қарсымын. Құрметті қазақ елім, қазақ жерім, әрбір жүрегі қазақпын деп соғатын, әрбір қазақ ойланыңыздар. Одан да ұл қыздарымызды өзіміздің қазақи тәрбиемен тәрбиелейік. Негізі біздің қазақтар өте ұлы халық. Бұл қазақ халқыны керек болса бүткіл дүние жүзі тану керек. Біз қазір Қытай тілін үйрен, орыс тілін үйрен, анау тілді үйрен, ағылшын үйрен деп отырмыз ғой. Керек болса, сол елдер біздің қазақ тілін үйренсін. Біздің қазақтың ғұрп әдетін үйренсін керек болса. Біз сондай жағдайға жетуіміз керек. Мына қазіргі заңды шығарып отырған топастар бізді қазақ халқыны тікелей жойып жіберу. Себебі жастарымызға, қазір қаршадай ұл қыздарымызға осындай заңдарды енгізіп, осындай қылмыстарға итермелеп отыр, ертеңгі күні біздің қазақ халқымыздың жоқ болып кетуі әбден мүмкін. Қазақ елім, оянып жан-жақтарына қараңдар.